Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы. Мен бүгін сіздерге мына ерекше WhatsApp-пен таныстырғалы отырмын. Бұл WhatsApp-тың ерекшеліктері өте көп. Яғни бұл WhatsApp сіздерге керек WhatsApp десем де қателеспейтін шығармын. Бұл WhatsApp-ты білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Мен білмейтін адамдарға бүгін түгелдей көрсете кететін боламын. Ендеше видеодан алыстамаңыздар. Алда көретін қызықтарыңыз өте көп. Міне кіреміз бұл WhatsApp-тан. Бірінші маған ұнағаны статусты жүктеп алуға болады екен. Міне астындағы стрелканы көріп тұрған болсаңыздар, дәл осы жерден сіздің галереяңызға оңай статустағы видео, сурет барлығын жүктеп алуға болады. Тағы бір ерекшеліктердің бірі, бұған код қоя аласыздар. Сіз өзіңіздің жеке мүмкіндіктеріңізбен және сообщенияларыңызды ешкім оқи алмайды. Және де мына жердегі жоғары жақтағы WhatsApp деген жерді көріп тұрған болсаңыздар, сол жерді өзгертіп өзіңіздің есіміңізді жазып қоюға болады. Бұл жай ғана дизайн. Және де жоғарыдағы Wi-Fi белгісі, ол дәл осыны басып қойсаңыздар, сіздер WhatsApp-ыңыз яғни өлік күйге түседі, сізге сообщение де келмейді. Яғни сізге жіберілген сообщение ол адамға бір птишка болып қалады. Яғни сіз WhatsApp-ты өшіріп тастағандай боласыз, сіз кіріп тұрсаңыз да. Тағы бір ерекшеліктер, мына плюс настройкаға кіріп сіздерге көрсете кетейін. Мына приватность андерскуртен кіріңіз. Бұның бір жері ағылшынша екен, кейбір қаріптер, ол ешқандай қиындық тудырады деп ойламаймын. Түсінетін адамға оңай. Міне ең біріншісі контакте деп тұр. Қате айтсам кешірім сұраймын, ана тілім емес. Скрити прочитанное дейді. Бұл жерден жазылып жатқан сообщенияны скрити етіп қоюға болады. Яғни сіз сообщение жазып жатқан кезде жоғары жерде печатает сообщение деген көрінбей тұрады. Скрити получение, яғни сіздің қабылдағаныңыз көрінбейді. Прослушанный, тыңдағаныңыз, набор текст, бұл да сондай бірдеңе болу керек. Қалғанын түсінбедім. Мына группадағы дәл солай жаңағыдай скрити прочитание, получение ларды шектеп қоюға болады енді. Осылайша өзіндік бір ерекшеліктер бар. Бұл ғана емес, бұның басқа да ерекшеліктері бар. Кто может позвонить деген кезде мына жерден только менің контагымдегі және де ешқашан, және де мен таныс адамдарым деп осы жерден өзгерте аласыздар. Ең ұнағаны маған антиудаление сообщение деп тұр. Мына жерден маған галочка қосылып тұр. Достар, дәл осы жерден сіздер бұл жайлы көп адам сұраған болатын. WhatsApp-та өшкен сообщение қалай восстановить етуге болады? Мен бұл жайлы видеода түсірген болатынмын. Дәл осы қосу арқылы сіздер, яғни сізге жіберілген сообщениені сіз оқымай тұрып өшіріп тастайды. Осы сізде қосулы болса, ол өшіріп тастағанның өзінде де сізде көрініп тұрады. Яғни жоғары жағында X белгісі тұрады, өшіріліп тасталды дегендей. Дәл солай достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Скрити статус деген ол статусты көрінбеге шығып қояды. Яғни сіз біреудің статусын көрсеңіз, ол адамы көрметтеп тұрады. Ол жағы да түсінікті. Антиудалить статус, бұл дәл солай. Біреулер статусын қояды да артынша өшіріп тастайды. Ол адам өшіріп тастаған өзінде де осыны қосып қойсаңыздар, сізде статустар көрініп тұрады. Блокировка дейді. Бұл жерден сіз блокировканы қоя аласыздар, өзгерте аласыздар. Ары қарай бәрі түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге ең керекті деген жерлерін көрсете кетейін. Тағы бір ерекшеліктері, сіздер
бұл жердегі теманы өзгерте аласыздар. Ойбай, основной настройки деген міне дәл осы жерден өзінің основной цветтерін, стилді, иконы, лаунчер, мына сыртқы көрінісін өзгерте аласыздар. Вариант эмоджи дейді, фейсбуктың және басқа да Android О дейді, сондай бір смайликтерін қоюға болады екен. Өздеріңіз жүктеп алып жақсылап отырып көре жатарсыздар. Экран чат дейді, мына жерден сіздер экрандағы чаттың жоғарыда көріп тұрған боласыздар. Дәл осы жерден өзгерте свой имя, міне свой имяді қосып қойсаңыздар, менде Стерлинг деп тұр, сіздің өз атыңыз осы жерден көрініп тұрады. Цвет фон выкладки, фонды өзгерте алса осылай. Бұл жағы бәрі түсінікті деп ойлаймын. Статус, ол да түсінікті. Статустың цветтерін өзгертесі. Экран переписки деген жерден ең қызықты жерін сіздерге көрсетейін. Цвет заколовки, яғни жазып жатқан кезде сол жерде түстерін өзгертуге болады. Аватаркасын өшіріп қоюға болады. Спирити, имя, контакти, мына жақта видео және звонокты өшіріп қоюға болады. Және де түстерін өзгертуге стильный баннері. Достар, маған дәл осы болды. Астынан өздеріңіз білетін бұл жердегі мынау жазатын жерді өзгерте аласыздар. Бұл түсінікті, достар. Ең біріншісін бассаңыздар, осы жерде мына жердің түрлі стильдегі жазатын жер деп айтуға болатын шығар. Енді мен бұның атын білмедім, достар. Дәл осы жерден сіздер түрлі стильдегі мынандай нелерді қоя аласыздар. Ол жағы түсінікті деп ойлаймын. Другие параметры дейді. Ол жағын өзімде түсінбедім, достар. Өздеріңіз бұлай көріп маған да айта жатасыздар деп ойлаймын. Міне достар, стил галочка дейді. Бұл жерден сіздер көрген болсаңыздар, көк галочка тұрады, оны бәрі біледі деп ойлаймын. Соны стил мына жерін өзгертсеңіздер болады. Қазір бізде стандартный тұр. Мына жерден антенна сияқты, Android сияқты түрлі-түрлісі бар. Мына жерден Grave дейді, iPhone-дікі сияқты, міне iOS, яғни бұл iPhone-дікі сол сияқты өзгертіп қойсаңыздар болады. Астында қарасаңыздар өзгерді. Стили пузыры дейді. Пузыр деген мынау типа чат көккүмбек және ақ, соны өзгертуге болады. Міне әр түрлі фонты 3D қылып өзгерте аласыздар. Текст сообщения, размер, міне сообщениенің кішілігі қалай өзіңізге ыңғайлы, осы жерден өзгертіп аласыз. Цвет фон чаты и пузыры, осы жерден пузырдың цветтерін өзгерте аласыздар. Енді өздеріңізге ыңғайлығы өзгертетін шығарсыздар деп ойлаймын. В общем, бұл WhatsApp өте керемет WhatsApp. Маған барлық жері ұнады, достар. Егер сіздерге де ұнап жатса, жүкте алуларыңызға болады. Өз қалауларыңыз, және де бұның бір артықшылығымен және қоса бір жаман жағы да бар. Android 8-ден жоғарылар ғана бұны жүктеп установить ете алады екен. Мен білмедім. Маған Google-дан жүктейтін кезде Android 8-ден жоғарылар ғана жүктей алады деп шыққан болатын. Өздеріңізде көрулеріңізде болады. Білмедім, жүктеп көріңіздер. Тағы бір сіздерге айта кететін жағдай, бұл WhatsApp установить ететін кезде сіздердің официальный WhatsApp-тарыңызды өшіріп тастауыңыз керек. Әйтпесем бұл WhatsApp установить етілмейді. Және де бұл WhatsApp Play Marketте жоқ. Google-дан WhatsApp Plus деп жазасыздар, кәдімгі ағылшынша қаріппен, немесе мен осы видеоның описаниясына тастап кететін боламын. Жүктеп алып, өз игіліктеріңізге жаратыңыздар. Егер де сіздерге пайдасы тиіп ұнап жатса, біздің каналдағы видеоға лайк басып,
біздің каналға жазыла кетіңіздер. Аман саулы күнде кездескенше қош сау болыңыздар.